Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге зейін онлайн және бүгінгі өтетін тақырыбымыз сол оңтүстік американың табиғат зоналары және оңтүстік американың халқы. Оңтүстік Америкада қандай табиғат зоналар бар? Әрине біз экватордан бастаймыз. Амазонканың ылғалды экваторлық ормандары аталады гилея деп. Олар ауыспалы ылғалды ормандарға ауысады. 2000-нан астам бұл жерде тек қана ағаштардың 2000-нан астам түрі өседі. Себебі бұл жерде жыл бойы ылғал және күн көзі өте көп түсетіндіктен барлық өсімдіктерге, барлық тіршілік иелеріне, тіршілік формаларына бұл жағдайлар өте ылғалды. Бұл аймақ ғаламшардың өкпесі деп аталады, себебі бұл жерде айтқандай ормандар өте көп, жергілікті халық сондай қалың ну орманды сельвас деп атайды. Сельвастағы ағаштардың биіктігі 80 метрге жетеді. Оның неге екенін мен Евразияда түсіндірдім. Жалпы тағы да қайталап өтетін болсақ, бұл ағаштардың сондай өте биік қаулап өсу, ол жаңағы өсімдіктердің, ағаштардың түрлі тіршілік формаларын тым көп болуына бұларда күн көзі үшін таласады. Яғни орманның асты бірнеше қабат болып өседі деп айтсақ болады. Орман ол ормандағы ең төменгі қабат, яғни жер беті, ол жерде мүк немесе сол шөптесін өсімдіктер өседі. Ал 15 метрде ол екінші қабат және ең жоғары қабатта ол күн сүйгіш өсімдіктер. Егер ол ағаштар сондай биік болып өспесе, оларға күн көзі түспей, олар ондай жағдайларда өмір сүре алмайды. Өсет ол жерде ағаш тәрізді папоротниктер, орхидеялар, табиғи күйінде каучук өндіретін гевея өсет, дәрілік шикізат беретін хина ағашы, сейба, қауын ағашы және какао өседі екен. Жануарлар дүниесі де өте бай. Солардың ең жаңағы көп таралғандар ол маймыл, ең ірі су шошқасы капибара, жыртқыштардан ягуар және пума, түрлі тоты құстар, әлемдегі ең кішкентай құс ол алдарыңызда тұрған калибри өседі екен. Және ұзындығы 12 метрге жететін әлемдегі ең үлкен жылан ол анаконда. Осы ылғалды экваторлық ормандарда өмір сүреді. Келесі саваналар және сирек ормандар зонасы. Бұл жерде, яғни орманды дала деп атасақ болады. Егер Евразиямен салыстыратын болсақ, топырағы қызыл қоңыр болып бөлінеді және бұлар екіге бөлінеді. Солтүстік жартышар саванасын біз атаймыз лианос деп. Ол жерде өседі пальмалар және акациялар. Ал оңтүстік жартышар саванасы аталады кампос деп. Ол жерде ағаштар лианосқа қарағанда аз, көбінесе тікенекті өсімдіктер өседі, яғни ол кактус, мимоза, сүттіген бұталары және қабығынан тері илеуге қажетті шикізат алынатын діңі өте қатты ағаш кебрачо деп аталады. Оны балтасынар деп атаған, себебі өте қатты, оның беріктігі, қаттылығы кейбір жағдайларда темірмен бірдей болады. Оны біз кебрачо деп атаймыз. Жануарлардан пекари, ергежейлі бұғылар, нанду түйеқұсы және құмырсқа жегіштер кездеседі екен. Келесі субтропиктік дала зонасы, ол Ла-Плата жазығында. Оны жергілікті халық атайды пампа деп атайды, яғни ол жазық дала деген мағына білдіреді. Пампаларда, яғни пампа табиғат зонасында пампа шөбі және қоңыр бас өседі. Жануарлардың пампа бұғысы, пампа мысығы және теңіз шошқасы кездеседі екен. Келесі шөлейт зонасы ол Патагонияда. Ол жерде Магеллан түлкісі, гуанако ламасы, міне алдарыңызда тұрғандай пума кездеседі екен. Яғни бұл жерде өсімдіктер және жануарлар оларға ылғал жақсы жетіспегендіктен бұл жерде сәл біртіндеп азая бастайды. Келесі ол Атакама жағалық шөліндегі тұмандар, ол соқыр тұмандар, оны атайды гаруа деп. Сол алдыңғы тақырыптарда оңтүстік Американың жер бедерін өткен кезде біз әр 12 жыл сайын қайталанып отыратын сондай бір табиғат жағдайын айттық. Ол жаңағы Эль-Ниньо жылы ағысы, сол Эль-Ниньо жылы ағысы келген кезде жағадағы өсімдіктер сол қалың тұманның ылғалын алып өмір сүреді. Ол өсімдіктердің ерекше тобы аталады ломас деп, яғни тұман ол гаруа, ал сол тұманнан ылғал алып өмір сүретін өсімдіктер аталады ломас деп. Анд тауы және оның солтүстігіндегі орталық
Кордильера тауларында сол картоп, батат, мақта, жүгері, үрме бұршақ, бұрыш, асқабақ, күнбағыс, қызанақ және темекі өсіруге өте қолайлы екен. Батыс Кордильера жотасының 2500 метр биіктігінде, яғни бұл жерде ең алғаш осы кактус және алойлардың отаны осы ксерофитті бұталар белдеуі. Ал Анд тауында 3500-3900 метр биіктікте жауын-шашын мөлшерінің қайтадан көбеюіне байланысты белдеу басталады. Ол белдеуді біз атаймыз Пуна белдеуі деп. Ол жерде өседі жастық тәрізді бұталар, селеу, бетеге және міне алдарыңызда тұрған міне Раймонд пуясы өседі екен. Анд тауында эндемиктер өте көп. Ламаның мысалы жабайы түрі викуния деп атайды, гуанако мекендейді, тау тапиры, көзілдік таю, пума, кондор және Магеллан пингвині. Жалпы оңтүстік Америка және Анд тауларының символы ол мынау болып келеді. Кондор, яғни бүркіт деп айтсақ болады, бірақ оңтүстік Америкада бұл құстардың ерекше түрі кондор. Және лама ол оңтүстік Американың және Анд тауларының ерекше сондай символы болып келеді. Ал Анд тауы эндемиктерге бай, яғни жалпы Анд тауынан басқа ешқандай жерде кездеспейтін өсімдіктер және жануарлар, оны біз атаймыз эндемик жануарлар немесе өсімдіктер дейміз. Енді оңтүстік Американың халқы және елдері, оңтүстік Америка материгіне алғаш рет адамдар осыдан 15-17 мың жыл бұрын солтүстік Америкадан қоныс аударған және еуропалықтар келгенге дейін ол жерлерде өмір сүрген Ацтек империясы деп айтсақ болады, майя мемлекеті және инктер. Одан кейін қазіргі оңтүстік Американың халқына келетін болсақ, 391 миллион қазір халық тұрады және мына оңтүстік Американы еуропалықтар көп колониясы болғаннан кейін өте көп халықтар бір-бірімен араласқан. Мәселен, еуропалықтардың жергілікті үндістермен некелесуі нәтижесіндегі ұрпақтары біз оларды метистер деп атаймыз. Ал еуропалықтар және негрлер некелесу, яғни негроидтық нәсілдердің некелесу нәтижесінде мулаттар, ал үндістер мен жаңағы негроидтық нәсіл некелесуінен самбо деген халық қалыптасқан. Бұны жаттап алу керек, себебі өте жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Енді қазіргі оңтүстік Американы біз негізінен табиғат жағдайларына байланысты екіге бөлеміз. Ол шығыстағы жазық елдер және Анд тауындағы, яғни Анд тауларындағы орналасқан елдер. Анд елдер қатарына біз жатқызамыз Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили жатады. Эквадор бізге әлемге белгілі. Ол жерде әрекет етуші 30 жанарта орналасқан Эквадор мемлекетінде. Перу мемлекетін біз атаймыз оңтүстік Американың археологиялық мұражай немесе ежелгі өркениет елі деп, себебі ол жерде өте көп, яғни ежелгі инктердің археологиялық қазба байлықтары өте көп таралған. Ал Боливия мемлекетінде оның астанасы Ла-Пас, 3630 метрде орналасқан осы қала. Ол ең биік таулы астана болып саналады. Ал Чили бізге әйгілі, ол дүние жүзіндегі ең үлкен ел ретінде. Шығыстағы жазық елдерге біз жатқызамыз Суринам, Гаяна, Венесуэла, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Аргентина және Француз Гвианасын жатқызамыз. Және оңтүстік Америкадағы экономикалық жағынан ең дамыған мемлекет ол әрине Бразилия. Бразилия 22 штаттан тұратын федерациялық республика. Пайдалы қазбаларға өте бай. Мәселен, темір, түсті металл, табиғи газ, алмаз, уранның мол қоры осы Бразилияда өте көп таралған. Ал Бразилияның негізгі шаруашылық ол тау-кен өндірісі және қара және түсті металлургия, одан бөлек машина жасау жақсы дамыған екен. Плантацияларда какао, қант құрағы, күріш, соя, банан және апельсин өсіріледі. Жалпы оңтүстік Америкада плантациялар өте көп таралған және олар өте тиімді жұмыс істейді. Себебі табиғат жағдайларына байланысты. Мәселен, алайық картоп. Мысалы, картопты бізде Қазақстанда еккен кезде біз оны мәселен көктемде егеміз және жаздың соңына қарай жинап аламыз.
Яғни табиғат жағдайлары бізде қоңыржай климаттық белдеу 4 жыл мезгілі болады. Ал мынау Бразилияда және оңтүстік Америка елдерінде бұл жерде табиғат жағдайларына байланысты өнімді жылына 2-3 рет жинап алуға болады. Неге 2-3 рет жинап алуға болады? Себебі көп мемлекеттер орналасқан экваторлық және субэкваторлық климаттық белдеулерде, яғни жыл бойы температура жоғары, тек қана бір ғана жыл мезгілі, яғни өнімді 2-3 рет егіп, еккен соң жинап, одан кейін қайтадан егуге болады. Ал біздің жағдайлар өкінішке орай ондай емес, себебі бізде қыс түседі, ал қыста бізде ешқандай егіншілікпен айналыса алмаймыз жазық далада. Ал осы Бразилия және осы экваторлық, субэкваторлық климаттық белдеуде орналасқан елдер плантациялық шаруашылықпен айналысуға бұлар өте қолайлы. Бразилияға байланысты ОБТ-да келетін сұрақтардың бірі ол жер аумағы жөнінен және халқы жөнінен 5-ші орын алатын мемлекет табыңыз дейді, халық саны жөнінен. Сонда біз белгілейміз Бразилияны. Содан бөлек Бразилияның халқы жыл сайын 3 миллионға өсіп отырады екен.